Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз туым жобасы. Тема сегодняшнего урока – проект «Свой флаг». Мақсаты пішін түрлерін үйренеміз, затты сипаттап айтуды үйренеміз. Будем проходить виды фигур и научимся описывать предметы. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер: пішін, форма, либо фигура, дөңгелек, круг, үшбұрыш, треугольник, шаршы, квадрат, тіктөртбұрыш, прямоугольник, ортасында посередине, оң жағында справа, сол жағында слева. Бірге қайталайық. Пішін, дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш, ортасында, оң жағында, сол жағында. Жарайсыңдар, балалар. Чтобы было легче запомнить, еще раз давайте повторим. Дөңгелек, үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш, сол жағында, оң жағында. Жарайсыңдар, балалар. Теперь запишите эти новые слова в словарную тетрадь. Келесі үшінші тапсырма: сұрақтарға жауап жаз. Третье задание. Напишите ответы на эти вопросы. А. Сары түсті дөңгелектер қайда тұр? Где стоят желтые круги? Ответ. Сары түсті дөңгелектер ортасында тұр. Желтые круги стоят по середине. То есть мы вопросительное слово «қайда», «где» заменили ответом «посередине». Остальные слова у нас не изменились, да? Таким образом, вы отвечаете на остальные три вопроса. Келесі бесінші тапсырма мәтінді тыңда және оқы. Послушай и прочитай. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасында сары және көк түс бар. Елтаңбаның пішіні дөңгелек. Бұл мәңгілік өмірді бейнелейді. Елтаңбаның ортасында шаңырақ тұр. Шаңырақ ортақ үй деген мағынаны білдіреді. Шаңырақтың оң жағында және сол жағында қанатты тұлпар бейнеленген. Тұлпар адалдық пен достықтың символы. Енді балалар, өздерің оқып шығыңдар. Прочитайте самостоятельно, вместе с переводом. Ребята, в этом тексте описывает наш государственный герб. Да? Енді үй жұмысы: бесінші тапсырма: сұрақтарға жауап жазу арқылы мемлекеттік туды сипаттау. Домашняя работа у вас ответить на эти вопросы, таким образом описать наш государственный флаг. Бірінші сұрақ: Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында қандай түстер бар? Первый вопрос. Какие цвета имеет государственный флаг? Ребята, я выделила слово «қандай». Какие? Когда вы будете писать ответ, вы должны будете вместо слова «қандай» написать слово «ответ», остальные слова точно так же переписать. Вот таким вот образом. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында көк, сары түстер бар. Вот таким вот образом мы получаем полный ответ на вопрос. Екінші сұрақ: тудың пішіні қандай? Какая форма у флага? Звучит второй вопрос. Здесь вопросительное слово «қандай». Вы должны будете заменить его словом «ответ». Ответом. Үшінші: тудың ортасында не бейнеленген? Что изображен в середине флага? Вопросительное слово «не». Қыран қай жерде тұр? Где стоит орел? Вопросительное слово «қай жерде», «где». Бесінші: ою-өрнек тудың қай жеріне орналасқан? Где изображен орнамент флаги? И здесь вопросительное слово «қай жеріне». Ребята, вопросительное слово, вместо вопросительного слова вы ставите ответ. Остальное переписываете. И не забудьте заменить вопросительный знак на точку.
Енді сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.